Қайырлы күн білім алушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы вирусқа қарсы қауіпсіздік жүйе және желідегі этикет. Сабағымыздың мақсаты компьютерлік вирустардың түрлерімен және олардан қорғану тәсілдерімен таныстыру. Интернеттегі қауіпсіздік ережелерін, құпия сөздер, фишинг, жеке деректерді қорғау, үйрету. Желілік этикет ұғымын түсіндіру және оның негізгі қағидаларын меңгерту. Компьютерлік вирус дегеніміз өздігінен көбейетін және жүйені зақымдайтын зиянды бағдарламалар. Негізгі қорғаныс шаралары лицензияланған антивирустық бағдарламаларды орнату. Бағдарламалық жасақтаманы үнемі жаңартып отыру. Күмәнді файлдарды жүктемеу және бейтаныс сілтемелерді ашпау. Интернеттегі қауіпсіздік, киберқауіпсіздік. Құпия сөз, password саясаты, күрделі құпия сөздерді қолдану, сандар, әріптер, символдар, және оларды жиі ауыстыру. Екі факторлы аутентификация, тіркелгіні қосымша код арқылы қорғау. Фишингтен сақтану, банк деректерін немесе жеке мәліметтерді сұрайтын жалған сайттардан сақ болу. Желідегі этикет, нетикет. Нетикет интернеттегі өзін-өзі ұстау мәдениеті. Алтын ережелер, адамдармен тілдескенде сыпайы болу, экранның арғы жағында тірі адам отырғанын ұмытпау. Кибербуллингке, интернеттегі қорлау, жол бермеу. Спам таратпау және басқалардың уақытын сыйлау. Caps lockпен жазбау, бұл айқайлау белгісі болып саналады. Жеке деректерді қорғау. Әлеуметтік желілерде үй мекенжайын, телефон нөмірін немесе мектепті ашық көрсетпеу. Бейтаныс адамдармен кездесуге келіспеу. Геолокацияны қажетсіз жағдайда қоспау. Интернет мүмкіндіктер әлемі, бірақ оны қауіпсіз пайдалану өз қолыңызда. Есіңізде сақтаңыз, вирусқа қарсы бағдарлама бұл құрал, ал басты қорғаныс сіздің қырағылығыңыз.